Барлықтарыңызға сәлем. Ағылшын тілін нөлден бастап үйрену курсына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз to be туралы айтатын боламыз. To be-дің өткен шағын айтатын боламыз. Мұқият тыңдаңыздар. Сонымен to be дегеніміз болу дегенді білдіреді. Болу, яғни бір жағдайдың немесе бір заттың болуы. Біз алдыңғы сабақта to be түрін дәл осы жақта өткен болатынбыз. Am, is, are. Осы үш формасын өткен болатынбыз. Бұл үш форма бізге осы шақты береді. Яғни осы шақта не болып жатқанын айтады. Біз қазақ тілінде осы шақ, өткен шақ, келер шақ деп айтамыз. Бұл үш форма, үш көмекші етістік бізде осы шақта қолданылады. Ал бүгінгі өтетін сабағымыз өткен шақ. Әрине білесіздер, біздің to be кез келген тақырыпта болымды, болымсыз және сұраулы түрде сөйлемдер болады. Және де формасы. Affirmative, ағылшын тілінде айтқанда. Negative and interrogative. Affirmative дегеніміз бізде болымды, negative дегеніміз бізде болымсыз, interrogative дегеніміз бізде сұраулы деген мағынаны білдіреді. Сонымен, біз алдыңғы сабақта айтқандай, бізге есімдіктер міндетті түрде керек. Өйткені біз қандай да бір сөйлем құрастырмас бұрын есімдіктерді қолданамыз. Олар I, you, we, they, he, she, it. Бізде барлығы 7 есімдік. Негатив формасына да жазып қояйық. I, you, we, they, he, she, it. Және де сұраулы интеррогатив формасына біз ортасына жазғанымыз бізге ыңғайлы болады. We, they, he, she, it. Мұқият тыңдауларыңызды өтінемін. Қазір бір өте маңызды информация айтатын болам. Дәл осы шақта біз көмекші етістік ретінде am, is, are-ды қолданатын боламыз. Дәл осы шақта. Ал өткен шақта was, were деген бізге көмекші етістіктер көмекке келеді. Was, were. Яғни бұл бізде, мысалы, біз айтамыз ғой. I am beautiful. Біз әдемі болғанымызды айтып тұрмыз, я? Ол кезде бізде I am. I-ға am қолданатын едік қой, сондықтан am-ді қолданамыз. Ал енді өткен шақта айту үшін мен әдемі болған едім дейтін болсақ, I was beautiful. Мен әдемі болдым. Ол уже өткен шақта айтып тұр ғой. I-ға was қолданамыз. You, is, I-ға were қолданамыз. He, she, it-қа was қолданамыз. Яғни, біз болымды формасында бізде дәл осы болады. Яғни, am, is, are-дың орнына was, were-ді қолданамыз. Сол арқылы болымды түрде өткен шақта айтатын боламыз. I-ға was қолданамыз. You, is, I-ға were қолданамыз. He, she, it-қа was қолданамыз. Яғни, бізде, мысалы, мен ақылды болдым дейтін болсақ, I was clever. Мен ақылды болған едім ғой деп. Немесе ол бұрында ұзын болған дейтін болсақ, it was tall. Яғни бізде оның ұзын болған айтамыз да. Яғни бізде өткен шақта не болғанын айту үшін was, were-ді қолданады екенбіз. I-ға was қолданамыз, you, is, I-ға were қолданамыз, he, she, it-қа was қолданамыз. Айта кеткенде to be дегеніміз бізде болымды, болу дегені білдіреді. Яғни болымды шағында біз was, were-ді қолдана отырып, кезген бір сын есімді қолданамыз, немесе оның осылай жасаған, сондай болғанын айтамыз. Яғни көп уақытта біз
қандай болғаны туралы сипаттайтын кезде қолданамыз to be-ді. Сипаттайтын кезде қолданғандықтан көп уақытта біз сын есімді қолданамыз. Ал енді negative form, болымсыз формасын өтейік. Дәл сол күйінде қалады. I-ға was, you with I-ға were, he, she, it-ға was. Сонымен қатар not сөзі бізге көмекке келеді. Not сөз арқылы біз оның болымсыз екендігін айтамыз. Яғни қысқартылған формасы wasn't болады, weren't болады, wasn't болады. Бізде қысқартылған формасы. Сіздер осылай жазсаңыздар да болады, осылай ұзартып жазсаңыздар да болады. Бірақ көп жағдайда қысқартылған формасы қолданылады. Оның ондай болмағандығын біз to be-де осы negative формасы арқылы айтады екенбіз. I wasn't, you with they weren't, he, she, it wasn't. Яғни, ол мысал келтіретін болсақ, ол деп бір ұл балаға айтайық. Ол ақылды болмаған мысал ретінде алайық. He wasn't clever. Ол ақылды болмаған. Ол ақылды емес. Сипаттаған кезде, например, ол көрікті емес, ол мысалы қауіпті емес. It wasn't danger. Ол қауіпті емес. Оның қандай болғанын айтып жатырмыз ғой, не болып жатыр, одан соны айтып жатырмыз ғой. Демек біз to be-ді қолданамыз. Ал енді interrogative form, сұраулы формаға көшейік. I-дың алдына бізде was шығады. You with they-дің алдына were шығады. He, she-дің алдына was шығады. Яғни, бізде мынау болымды формадағы was, were, was, осы pronounsдар, есімдіктердің алдына шығады. Міне, I was, I were, you were, we were, they, was he, was she, was it. Яғни осының алдына шығып, сұрақ қоямыз. Ол осындай болды ма? Ол осындай ма? Ол осындай болған ба? Деп. Түсінікті ме? Яғни осы кестені сызып алуларыңызға кеңес беремін. Өйткені бұл кесте өте түсінікті әрі кез келген жағдайда бір ашып қарай салсаңыздар болады. Сонымен айта кеткендей, to be дегеніміз бізде үш жақтан тұрады. Осы өткен келер. Осы жақта біз am, is, are-ды қолданамыз. Өткен жақта was, were-ді қолданамыз. Келер жақта will be. Бұл тақырыпты мен келесі сабақта түсіндіретін боламын. Сондықтан келесі сабаққа қатысуларыңызға кеңес беремін. Өйткені келесі сабақта да өте осындай маңызды тақырыптарды айтатын боламын. Бүгінгі біздің сабағымыз жай ғана осы. Сіздер to be дегеннің не екенін білесіздер. Мен оны алдыңғы сабақтарда айтқан болатын. Ағылшын тілін нөлден бастап үйрену курсында, яғни осы курста. Сонымен біз бүгін to be-дің өткен шағын өттік. Бүгін біз өткен шағын өттік. Өткен шаққа бізге was, were кіреді. Was, were, I-ға was қолданылады, you with I-ға were қолданылады, he, she, it-ға was қолданылады. Жай ғана осы. Negative формда болымсыз түрде I wasn't, you with they weren't, he, she, it wasn't. Яғни мыналар бізге қысқартылған формалары, а мыналар ұзақ формалар, яғни сол қалпы қалады. Енді сұраулы формада бізде was алдына шығады. Was, I, were, you, were, we, were, they, was, he, was, she, was, it. Мысалы, ол қауіпті ме дейтін болсақ, was it dangerous? Немесе мен әдемімін бе десек, was I beautiful? Өткен шақта әдем болдың ба деп, яғни өткен шақта айтамыз ғой. Например,
сіз біреуге бүйтіп историяңызды айтып жатырсыз, ол сізден сұрайды, ол қалыпты болды ма деп, сіз оның болғанын осы to be арқылы айтасыз, осы өткен шақта to be арқылы. Was it, was she, was he, were they, were we, were you, was I деген. Осы таблицаны міндетті түрде сызып алыңыздар, өйткені өте керекті таблица. Неке. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз осымен тәмам. Келесі сабақты міндетті түрде қараңыздар, өйткені біз келесі сабақта келер шақты өтетін боламыз. Келер уақытта болашақ дейді, болашақ. Келер шақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта өткен шақты өттік, алдыңғы сабақта осы шақты өткен болатынбыз. Осы таблицаны міндетті түрде жазып алыңыздар, өйткені маңызды.